Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздермен осындай тауықпен жасалынатын пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Өте әдемі шығатын, өте ерекше пирог. Ол үшін жылы су алып, үстіне дрожжымды, тұзымды, қантымды және өсімдік майын құйып, жақсылап тұрып қазір қамыр илеймін. Барлық құрамды описанияда қалдыратын боламын. Дәл грамдарын сол граммен өлшеңіздер, артық ненің қажеті жоқ. Қамырды жақсылап тұрып илеп басасыздар. Сосын жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоясыздар. Міне осылай қамыр жылы жерде тұрып кішкене көтерілгенше біз тауықтың аяқтарын аламыз. Голен 8 түйірін мен осылай тұзбен бұрышын және кориандрын салып, паприка салып, жақсылап тұрып араластырып, пока бір 15-20 минутқа осылай қойып қоямын өзін. Осылай маринадталып кішкене тұрады. Және мен сол аралықта картоп дайындаймын. 4 картопымды ашып алдым, тазалап, осылай ыдысыма салып, үстіне салқын су құйып пісіруге қоямын. Әбден піскенше қайнатып аламын картопты. Енді 15 минут тұрған тауығымды осылай қайнап тұрған майға жан-жақтардың бәрін қызартып тұрып пісіріп аламын. Әбден қызарып, тауық дейтін бір 70%-ке шейін пісу керек. Мен осылай қызарта отырып, айналдыра отырып, жан-жағының бәрі қызарғанша тауықтардың бәрін осылай пісіріп алатын боламын. Міне пісіп тұрған картопымды алып, мен ішіне тұзбен бұрышымды салып, жақсылап тұрып, кәдімгі пюре ұқсатып езіп аламын. Енді мен осылай начинкілерін дайындағанша менің қамырымда жақсы болып көтеріліп қалды. Мен осының кішілеу бөлігін бөліп қоямын және астыңғы негізгі бөлігін алып, мен осыны қазір оқтаумен үлкендеу қылып жаятын боламын. Міне қамырымды осылай жұқалап тұрып жайып алдым, жақсы қылып. Енді осы қамырдың үстіне жаңа езілген картопымды саламын да тегістеп жайып шығамын. Шетіне қарай қатты жақындатпай, осылай дөңгелетіп жайып аламын. Енді осылай қасықпен картопымды жайып болғаннан кейін тауық аяқтарын осылай 8 жағынан қойып шығамын. Және де тауық аяқтарын ұшын күйіп кетпеу үшін фольгамен орап тастайтын боламын. Енді кішілеу бөлігін бетіне жабатын бөлігін яғни жайып дайындап қоямын. Енді мен мына жерде фольгамен шеттерін күйіп кетпеу үшін тауық аяқтарын ұштарын орап қойдым. Енді қазір осы жерде сыр саламын. Сырды теркіден өткізіп алдым, күштің ірі көзінен. Енді әбден жақсылап тұрып, ортасына сеуіп бәрін салып шығамын. Енді қазір жаңа қамырымды, жайып қойған, дайындап қойған қамырымды салдым. Осылай шеттерінің бәрін біріктіріп жауып тастаймын. Жақсылап тұрып біріктіріңіздер. Қанша дегенмен дрожж салған қамыр болған соң ашылып кетуі мүмкін. Жақсылап қысыңқырап тұрып біріктіресіздер. Және бір жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүтті құйып, мен осы пирогты түгелмен жағып шықтым. Осы жағылған пирогымның бетіне күнжіт септім. Мак или күнжіт, кез келген өзіңіз қалаған дәнді себуге болады. Мен күнжіт сеуіп шықтым және де духовкада 160 градуста 45 минуттай пісіріп алдым. Сіздер духовкаңыздың өздеріңіздің духовкаларыңыздың пісіру жағдайына қарайсыздар. Міне өте ерекше болып, әдемі болып шықты тауығым, пирогым. Мынау тауықтың қанат ұштарын орап қойған, фольгамен орап қойған жері ұстап жеуге де ыңғайлы болады. Осы бөліктермен ортасынан бөліктерге бөле қоятын боласыздар. Тауық аяғымен бір тауық аяғы бір адамдық порцияға кетеді. Бір адам тойып жейтін бір порциялық осындай пирог шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.
оразаларыңыз қабыл болсын.